Қайырлы кеш, құрметті достар, құрметті оқырмандар, құрметті отбасы банк KZ парақшасының тыңдармандары. Так, дауысым естіліп тұрған тексеріп алдым. Мінекей достар, мен сіз секілді эфирге қосылдым және сіздің сұрақтарды көретін боламыз. Достар, сіздердің уақыттарыңызды көп алмауға уәде беремін. Нақты тек бас жағындағы сұрақтарға қосыла тоқтала кетейік. Яғни бүгінгі біздің тақырыбымыз, бүгінгі күннің тақырыбы ЕМПФ, яғни бір жылға зейнетақы төлемдеріңізді отбасы банктегі депозиттеріңізге аудару мүмкіндігі туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Өздеріңіз білесіздер, осыған дейін біз пост салған болатынбыз, яғни күні ертең 16 желтоқсан сағат таңғы 10-нан бастап сіздің жаңа empf-отбасы.kz платформасында өзіңіздің спецшот, яғни арнайы шотыңыздағы ақшаны отбасы банкіне депозитке аудару мүмкіндігі пайда болады. Дәл сондай перне шығатын болады. Яғни бұл жерде қашанға дейін жұмыс жасайды деген әңгіме жоқ, себебі бұл платформа күні-түні жұмыс жасай береді, бірақ та сіздің жіберген өтініміңізді жұмыс күндері қарастырылады. Сондықтан ескеріңіздер. Және тағы да бір жақсы жаңалық, себебі көп азаматтарымыз біздің қорқып отыр, яғни мемлекеттің сыйлық ақысынан үлгермей қалмайын ба дегендей. Сол себептен бұрын соңды арнайы шотты ашып үлгермеген адамдар, депозит ашып үлгермеген адамдарға арнайы банк тарапынан жақсы мүмкіндік беріліп отыр. Эфир сақтаймыз міндетті түрде. Яғни қандай мүмкіндік? Яғни 16, 17 және 18 күні, яғни бұл мерекелік күндер ғой, ал мерекелік күндер банк жұмыс жасамайды, өздеріңіз білесіздер, біздің бөлімшелер жұмыс жасамайды. Ал 16, 17, 18 күндері онлайн сервистер толықтай жұмыс жасайтын болады. Яғни бұл жерде арнайы шот ашу және онлайн депозит ашу. Депозитпен арнайы шотты қалай ашуға болады? Оны мына мобилді құрылғыға отбасы банк деген мобилді қосымшаны жүктеп алсаңыздар болады. Оны Play Market немесе App Store'да жүктеп аласыздар. Нақтылап аламыз, Ол жерден мобилді қосымшаға кіресіздер. Егер сізге арнайы шот ашу керек болса, открыть шот для ИПВ деген пернені басасыздар, БЗТ-ға шот ашу деген. Және егер сіздің депозитіңіз бар болса, бұрын соңында, онда өзіңіздің жеке кабинетіңізге кіріп, сол жерден арнайы шот ашатын боласыздар. Ал егер сіздер жаңадан қосылып жатқан клиент болсаңыз, яғни бұрын соңды сіздің отбасы банкте депозитіңіз жоқ болса, онда сізде осы мобилді қосымша арқылы шот ашуыңызға болады. Ол үшін стать клиентім деген перне бар, сол пернені басу арқылы өзіңізге жаңа депозит ашатын боласыздар, достар. Ол бір. Екінші мүмкіндік, яғни екінші вариант, орысша айтқанда, біздің сайт арқылы ашуымызға болады. Яғни отбасы банк.kz немесе бұрынғы сайт біздің hsbk.kz, ол сайтта да мүмкіндік бар. Немесе video.kz.hsbk.kz деген сайт бар. Сол сайт арқылы жаңа видеозвонок дейді, яғни бейне қоңырау шалу арқылы өзіңіздің арнайы шотыңызды немесе отбасы банктегі депозитіңізді ашуыңызға болады. Сонымен қатар тағы да бір керемет мүмкіндік, ол біздің 1000 кеңесшінің көмегімен депозит ашу. Еліміз бойынша 1000 кеңесші жұмыс жасайды, дербес кеңесшілер. Олар кеңес беру орталықтарында қабылдайды, солар арқылы солармен кездесіп те ашуыңызға болады. Сонымен қатар, егер сізді баспаналы болғанға дейін сізді кеңесші жүргізсін десеңіздер, онда видео звонок, яғни бейне қоңырау шалу арқылы да сондай шотты ашуға болады, құрметті достар. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін мына біздің отбасы банк KZ парақшамыздың актуалды стористер деген бар. Сол жерде 800 деген, яғни кеңесшілер, консультанты және 800 деген иконка бар. Сол иконканы бассаңыздар, біздің кеңесшілердің тізімі шығатын болады. Яғни сол сілтеме арқылы біздің кеңесшілерді тауып, хабарласып, үйден отырып онлайн шот ашсаңыздар болады, құрметті достар. Ендеше бүгінгі тақырыпқа оралайық, яғни БЗТ бір жолғы зейнетақы төлемдеріңізді, зейнетақы қорындағы ақшаларыңызды отбасы банктегі депозитке ашу мүмкіндігі ертең сағат 10-да басталады, ол бір. Енді қалай жасаймыз? Ол үшін міндетті түрде сізде ЭЦП кілт болу керек, яғни электронды цифрлық қолтаңбаңыз міндетті түрде болсын. empf-отбасы.kz деген платформа бар. Сол платформаға ЭЦП-ның көмегімен кіресіздер бірінші. Кіргеннен кейін сізде жоғар жағында сізде бірінші сұрақ қояды. Яғни қаражатты қалай қолданасыз? Мен өзім қолданамын, немесе мен жақын туысыма бұл ақшаны аударамын. Екі мүмкіндік береді. Яғни өзіңіздің депозитіңізге аударасыз, немесе оны жақын туысыңызға аударасыз. Осын таңдап алыңыздар. Одан кейін келесі цель таңдайсыз, яғни мақсатын. Сол жерде ертең сағат 10-нан бастап пайда болатын перне
БЗТ, яғни арнайы шотта ақшаңызды отбасы банктегі депозитке аудару, сол пернені таңдайсыздар. Одан кейін сумманы жазасыздар, яғни қандай сумманы жазуға болатынын. Яғни сіздің зейнетақы қорыңызда жеткілікті шегіңізден асқан қаражат, сверхпорог достаточно дейміз орысша, сол жеткілікті шегінен асқан соманы сіз енгізесіздер. Одан кейін ИПН, яғни жеке табыс көзі салығын қалай төлейсіздер, осы мүмкіндікті таңдайсыздар, яғни қалай төлейтініңізді, сосын өтінімді жолдайсыздар. Яғни өтінім жолдағаннан кейін сіздің өтініміңіз ЕНПФ-ға жіберілетін болады. Яғни тағы да бір мәселе, көбісі ойлайды екен, яғни пернені басқаннан кейін мен өтінім кетті деп. Ол олай емес, достар. Төменгі жағына түссеңіздер, сізге екі арыз тұрады, екі заявление. Сол арызға қол қоюыңыз керек міндетті түрде, достар, СП-нің көмегімен. Ол жерде бірінші арыз БЗТ-ға дейді, яғни арыз, яғни ЕПВ-ға арыз жазасыздар, толтырасыздар, заявление на ЕПВ деп. Екінші справкасы, яғни екінші анықтамасыз қол қоюыңыз керек. Ол ИПН, яғни жеке табыс көзі салығын қалай төлейсіздер. Сол справкаға, сол анықтамаға қол қоясыз. Соны ұмытып кетпеңіздер, достар. Себебі көбісі жаңағыдай сол анықтамаларға қол қоймайды да, өтінім беруде перде басып отыра береді екен. Ал егер осы екі заявлениеге қол қоймасаңыздар, сіздің өтініміңіз ешқайда кетпейді. Сондықтан мұқият болыңыздар, құрметті достар. Енді сол депозитті қалай қолдануымызға болады, қандай мақсаттарға қолдануымызға болады. Ең көп қойылатын сұрақтар мана комментарияны оқығанмен былай қойып жатыр екен. Яғни менің зейнетақы қорымда қолдануға болатын 1 миллион теңге ақша бар. Мысалы ретінде 1 миллион теңге ақша бар. Сол ақшаның барлығын белгілі ғой, отбасы банкте депозитке аударуға бола ма дейді. Жауап: иә, аудара аласыздар толықтай, егер шектік сумманы асатын болса. Екінші сұрақ, яғни ол шот ақшаны мен өзімнің арнайы шотыма аударамын дейді. Арнайы шотыма аударғаннан кейін менің екіге бөле аламын ба дейді. Яғни семейный пакетпен қолданғысы келіп отыр ғой. Өзіме, әйеліме, балаларыма, яғни семейный пакет, отбасылық пакет аясында қолдансам бола ма дейді. Осы жерде ескеріңіздер. Яғни арнайы шотта ақша сіздің депозитіңізге түскеннен кейін сіз оны басқа бір табыстай алмайсыздар. Кеше эфирде ол туралы айтқан болатынбыз, сондықтан тағы да бір нақтылап айтып жатырмыз. Спецшоттан депозитке түскеннен кейін ол ақшаны уступка, яғни табыстауға рұқсат берілмейді, құрметті достар. Қалай жасауға болады? Оны былай жасаймыз. Бірінші, жаңағы мен айтып отырмын, ENPF-отбасы.kz платформасына кіргеннен кейін сізге сұрақ қояды. Ақшаны қалай қолданасыз? Өзіңіз қолданасыз ба? Немесе жақын туысыңызға табыстайсыз ба? Осындай сұрақ қояды. Осы жерде сіз ақшаңыздың бір бөлігін жақын туысыңызға табыстауыңызға болады. Яғни қараңыздар, 500 мың бірінші өтінім былай жасайды. 500 мың теңгені жақын туысыма табыстаймын. Ол жерде таңдайсыз, кімге табыстайтыныңызды. Ата-анаңыз, бауырыңыз, балаларыңыз, ағаларыңыз, иә? Осы операция жасайсыз, 500 мың теңге жабасыз, заявление жібересіз. Екінші заявка, яғни тағы да бөлек заявка жіберуіңізге болады. Екінші заявканы өзім қолданамын деп, яғни депозитіңізді жіберуіңізге болады. Яғни көрдіңіз бе, екіге бөліп екі жаңа өтінім жіберуіңізге болады. Жалпы көбісі сұрақ қойып жатыр, үлгереміз ба, жаңа жыл соңына үлгереміз ба, одан кейін болады ма дейді. Достар, үлгересіздер. Яғни бұл жерде өтінім беру бойынша сізге ешқандай шектеу қойылмайды. Яғни сіз 10 рет бересіз ба, 6 рет, 20 рет бересіз ба, оның өз еркіңіз, құрметті достар. Сондықтан бұл жерден ешқандай уайымдамаңыздар. Егер сіздің зейнетақы қорыңызда түсетін ақша тағы да көбейіп, тағы да қосымша ақшалар болатын болса, тағы да қосымша заявка, яғни өтінімдер берсеңіздер болады. Бірнеше мақсатты қолдансаңыздар болады. Және тағы да бір көп қойылатын сұрақтар, яғни айтады, мен бұрын соңды білген жоқпын, отбасы банкте депозитке аудару мүмкіндігі шыға ма, шықпай ма, соны білмегендіктен мен басқа мақсат бойынша, яғни басқа цель бойынша өтінім жіберіп қойдым. Ақша мен қазір спецшотыма түсіп тұр дейді, арнайы шотыма. Бұл жерде не істеуге болады дейді. Мен жаңа ипотека алмаймын, отбасы банкке салып, ары қарай жинақтап, ертең үлкен үй алғым келді. Иә, жауап болады. Ол үшін не істеу керек? Яғни сіздер білесіздер, ENPF-отбасы.kz платформасында мақсатты қолдану, яғни қаражаттың мақсатын өзгерту деген перне бар. Яғни изменить целевое назначение, яғни изменить цель деген перне бар. Сол пернені басу арқылы сіз басқа мақсатқа өзгертуіңізге болады. Яғни сіз арнайы шотқа ақша түсіп кеткен күннің өзінде сіз ол қолдану мақсатын әрқашан өзгертуіңізге болады. Яғни ипотеканы жабу, жаңа үй алу, құрылысқа деп алсаңыз да, сіз ол ақшаның мақсаты қолдануын өзгертуіңізге болады.
Жақсы, оның келесі түсіндік, иә. Енді келесі этап, ары қарай ақша бізді шотқа түсті делік, иә. Ары қарай не істейміз? Ары қарай ақша жинақтаймыз. Әне қараңыздар, депозитке сіздің ақшаңыз түскеннен кейін ол кәдімгі стандартты депозиттер секілді шарттар қолданылатын болады. Яғни оған жыл сайын банк тарапынан 2% мемлекет 2% сыйақы түсетін болады. Сонымен қатар мемлекет тарапынан 20% көлеміндегі сыйлық ақы түсетін болады. Жаңа бір оқырман сұрақ қойған екен, мемлекеттің сыйлық ақысы осы қашан түседі деп. Яғни сіз 31 желтоқсанға дейін салып үлгерген ақшаларыңызға 1-тоқсанның соңына дейін, яғни ақпан айының соңына дейін түседі. Тіпті қазір сіз жаңа депозит ашып, оған ЕНПФ-тағы ақшаңызды аударасыз, мүмкін қалтаңызда ақшаңызды қосып саласыз ба, маңызды емес. 31 желтоқсанға дейін салып үлгерсеңіз болғаны, келесі жылдың ақпанда, яғни 2 ай қалды ғой, ақпан айының соңына дейін сізге мемлекеттің сыйлық ақысы түсетін болады. Сосын сұрақ қойып жатыр, міндетті түрде 500 мың салуым керек па мемлекеттің сыйлық ақысын алу үшін дейді. Бұл жерге де бір жақсы жауап береді. Яғни қараңыздар, қанша мүмкіндік бар, сонша салыңыздар достар. 100 мың теңге салдыңыз ба, мемлекет сізге 20 мың теңге береді. 200 мың салдыңыз ба, мемлекет сізге 40 мың береді. 400 мың салдыңыз 80 мың береді. 500 мың салдыңыз, мемлекет сізге 100 мың береді. Яғни максималдық 200 МРП-ға дейін мүмкіндігіңіз бойынша сала беріңіздер. Ал егер қолыңызда сізде 583 мың, яғни максималдық сомадан көп ақша болса, оны бөліп салуға болады. Оны біздер отбасылық пакет дейміз. Оны көбісі біле шығар, білмесе де сізге айта берейін. Яғни қараңыздар, қолыңызда миллион теңге болса, оны 2-ге бөліп, өзіңізге жұбайыңызға немесе жақын бауырларыңызға бөліп салып, депозиттеріңізге сөйтіп әр шотқа мемлекеттен әр шотқа 20% көлемінде мемлекеттің сыйлық ақысын алыңыздар. Жақсы, бұл депозит бойынша ақша жинақтадық дейді. Яғни қараңыздар, сіздің бұл отбасы ЕПВ, яғни БЗТ, бір жолға зейнетақы төлемдері қосылған депозитті қолдануға сізге тура 3 жыл беріледі. Яғни 3 жыл, 3 года. 3 жылдың ішінде сіз қолданып үлгеруіңіз керек. Қолдану деген не? Яғни сіз несие рәсімдейсіз, ипотека үй аласыз. Бұл алдын ала займ, аралық займ, тұрғын үй займы маңызды емес. Өзіңіз қалаған несие түрін алсаңыздар болады. Сонымен қатар мемлекеттік бағдарламаларға қатысуыңызға болады. Банктың өзінің бағдарламалары бар. Бұл бізде жас отбасы бағдарламасы. Арнау, яғни балаларыңызға аударатын болсаңыз, 16 жастан асып кеткен балалар болсаңыз, Омай әйелдер бағдарламасы, Алматы жастары, Елорда жастары, корпоративті бағдарлама, яғни банктың өзінің бағдарламалары бойынша да бұл ақшаны, яғни бұл депозитті қолдануыңызға болады. Және мерзім тағы да қайталайын, 3 жылдың ішінде үлгермесеңіз қолданып, ақша зейнетақы қорына қайтарылатын болады. Бірақ та сіздің мемлекеттің сыйлық ақысы да, банктың қосқан 2% сыйақысы да сіздің шотыңызға қалатын болады. Ол жағынан дым уайымдамаңыздар. Енді қараңыздар, тағы да бір мәселе. Бұл ақшаны сіз 3 жыл күтудің қажеті жоқ. Себебі кейбір адамдар ойлап отыр екен, 3 жыл күтуім керек деп. Жоқ, олай емес достар. Ақша депозитке түсті ма, ертеңіне барып заявка жіберсеңіз болады. Яғни жаңа пәтер аласыз, көп қабатты үйден. Мүмкін жер үй аласыз ба, иә? Жаңа жерде частный дом дейміз, орысша жер үй аласыз ба? Мүмкін құрылысқа аласыз ба несиені? Ол өз еркіңіз, құрметті оқырмандар. Яғни ондай мүмкіндіктер қарастырылған. Яғни тағы да қайталайын, 3 жыл күтудің қажеті жоқ. 1 жыл ма, 2 жыл ма, 6 ай ма, 2 ай ма, өз еркіңіз, ондай ақшаны қолдана берсеңіздер болады. Так, жақсы, сұрақтарға. Ертең приложение жұмыс жасаймын? Иә, міндетті түрде ертең біздің бағдарлама жұмыс жасайды. Уайымдамаңыздар, қолдана боласыздар. Сонымен қатар тағы да бір жақсы жаңалық, бізде 20 желтоқсаннан бастап 20 ақпан аралығында тағы да 1506 үміткерді, яғни бақытты отбасы бағдарламасы бойынша өтінім беріп, одан кейін резервтік тізімге өтіп, соны күтіп отырған азаматтарды, яғни 1506 адамды негізгі тізімге көтеріп, яғни основной тізімге, основной списокке кіргізілді. Сондықтан дым уайымдамаңыздар, баршаңызға SMS келетін болады, яғни негізгі тізімге өткен адамдарға SMS келіп, 20 желтоқсанда 20 ақпан аралығында банкке шақырылатын болады. Ол туралы толық пост бүгін салдық, тағы бір тамашалап шықсаңыздар болады. Жақсы, сұрақтарға жауап берейік. Пенсионға түскен ақшаға 20 жұмыс күнде үй алып үлгеру талабы қай кезеңнен басталды?
14 декабрьде түскен ақшалар ма? Яғни 14 желтоқсаннан бастап өтінім беріп және шотыңызға ақша түскен болса, сол кезден бастап сіздерге 20 жұмыс күні есептелетін болады. Яғни 20 жұмыс күнінің ішіне сіз қолдан үлгермесеңіз, ешқандай уайымдамаңыздар, себебі қайтадан жаңа өтінім беруіңізге болады. Және де мына зейнетақы қорының көрсеткіші және жеткілікті шегі порог достаточности дейміз ғой, 1 сәуірге дейін өзгермейді, яғни 1 сәуірге дейін қазір қолданыстағы жаңа порог есептелетін болады. Сондықтан дым уайымдамаңыздар, қайтадан өтінім беруге болады. Сосын 20 календарлық күн емес, күнтізбелік 20 жұмыс күні. Сондықтан жақсы мүмкіндік үлгересіздер әлі. Баршаңыз баспаналы болыңыздар міндетті түрде. Так, 20 күн дегеніміз не? 20 күн дегеніңіз, яғни сіздің спец шотыңыз, арнайы шотыңызға ақша түседі ғой. Сол ақша түскен күннен бастап 20 жұмыс күн ішінде сіз ақшаны қолданып үлгеруіңіз керек. Яғни қандай мақсат қолданыңыз? Депозитке аудару болса, депозитке мүлдем тез аударылады. Несиені жабу болса, несиені жабу. Яғни осы 20 жұмыс күн ішінде қолдансаңыз болады деген сөз. Саламатсыз ба, пенсионный фонд қашанға дейін аударуға болады? Белгілі бір уақыты бар ма, жыл соңына дейін дейді. Құрметті достар, бұл жерде шектеу қойылмайды. Яғни сіз жаңа жылға дейін, жаңа жылдан кейін де қолдансаңыз болады, ешқандай шектеу жоқ. Оның үстіне қараңыздар, 1 сәуірге дейін осы 20 жылғы жеткілікті шегі қолданылатын болады порог достаточности, ал 22 жылдың 1 сәуірінен бастап ол өзгереді. Сондықтан әлі үлгересіздер. Ол порог, яғни жеткілікті шегі өскеннен кейін сіз ақшаны жететін болса, ол ақшаны қолдануыңызға болады. Сондықтан уайымдамаңыздар, оған шектеу жоқ. Орысша эфир бізде әр четверг күні өткізетін болады, оны білесіздер сіздер. Бейсенбі күні, ертең, яғни бұл мереке болғаннан кейін, дүйсенбі күні, яғни понедельникке көшіріп отырмыз. Надежда ес айдары орыс тілінде бұйырса дүйсенбі күні жүргізілетін болады. Қайырлы күн, қайырлы кеш. Эфир сақтаңызшылық, міндетті түрде құрметті оқырман, сақтаймыз эфирді. Ремонтқа отдельно болады ма? Жақсы сұрақ. Қараңыздар оқырмандар, ремонтқа, яғни жөндеу жұмыстарына бөлек өкінішке орай алуға болмайды. Бірақ та сіз бір несие көлемінде, бір несие шеңберінде алуға болады. Яғни ол не деген сөз? Яғни мен былай өтініш беремін, несие алған кезде пәтер сатып аламын, және сол несие көлемінде ремонтқа қосымша ақша аламын. Яғни бір кредиттің көлемінде алсаңыздар болады. Ол не деген сөз? Мәселен, мен алатын пәтердің бағасы 8 миллион теңге. Маған ремонт жасау үшін тағы да қосымша 2 миллион ақша керек. Яғни бұл жерде менің несие сомам, яғни мен несиеге 10 миллион теңге аламын. 8 миллион теңгенің келісім шарт бойынша, договор купли-продажа дейміз ғой, пәтер сатып алу шарты бойынша 8 миллион теңге пәтер құны, ал 2 миллион теңге ремонтқа деп аламын. Олай жасайтын болсаңыз, онда болады. Ал бөлек ремонтқа деп жаңағы зейнетақы қорының ақшаны өкінішке орай әзірге қолдануға мүмкіндік берілген жоқ. Және бұл енді банктың шығарып отқан заңдылығы емес, бізге береді ереже, біз сол ережені қолданамыз. Депозит аудару үшін уступка жасауға болады ма дейді. Қараңыздар, жаңа түсіндіріп кеттім. Сіз өзіңіздің EMPF-отбасы KZ платформасы арқылы жақын туысыңыз ақшаны аударасыз. Сосын жақын туысыңыз сол ақшаны депозитке аударамын деп жаңа заявка жібереді EMPF-отбасы KZ арқылы, ECP кілті арқылы. Яғни спецшоттан депозитке түсіп өткеннен кейін аудара алмайсыздар. Сондықтан бірінші спецшотыңызға түсіріп алыңыздар, сосын барып депозиттеріңізге аударсаңыздар болады. Саламатсыз, үй қалай алуға болады? Отбасы банкте ақша болса ғана алуға бола ма дейді. Жалпы құрметті оқырмандар, отбасы банктың 3 негізгі шарты бар, білесіздер. Ол үшін ең бастысы 50% ақша жинақта дейді. 50% қазір саласы бірден, оны кейін жинақтайсыз ба, ол өз еркіңіз, сізге әртүрлі мүмкіндіктер қарастырылады. Әрине мүмкіндік болса жинаңыздар. Ақша жинасаңыздар 50%-на дейін. Және кемінде 3 жыл жинасаңыз, сонымен қатар ОП дейді, яғни оценочный показатель, бағалау көрсеткішіңіз 16-ға жететін болса, кем дегенде бағалау көрсеткіші деген сіз ақша жинақтау тәртібіңіз, яғни ай сайын, күн сайын саласыз, яғни регулярно дейміз ғой, уақыт өткізбей айма-ай салып отырсаңыз, сізге балдық көрсеткіші жоғары болады. Сол кезде сізге ең төменгі пайыздармен несие алуға мүмкіндік берілетін болады. Сонымен қатар төлем алу қабілетін тексеру де, дәлелдеу де жеңілдетілген форма бойынша жүргізілетін болады. Яғни тіпті ресми зейнетақы қорына ақша түспеген күннің өзінде де банктың 3 шартын орындасаңыз, банк сізді өткізетін болады.
Яғни бұл жерде доходтары жетпейтін адамдарға өте жақсы ыңғайлы, себебі гарант, созаем, шезіп жүрмейсіздер, құрметті оқырмандар. 16 жасқа толмаған балаға аударуға болмайды өкінішке орай, себебі ЭЦП кілті 16 жастан кейін барып қана алынады. Сізді көргенмен қуаныштымын, көптен бері көрмей кеттіңіз дейді. Рахмет көп. Мен де сізді көргенмен қуаныштымын, құрметті оқырмандар. Семейный пакет 4 человека, счет можно поделить? Да, получается, вы сможете, вам сначала нужно будет уступить эти средства на специальные счета ваших родственников, а после этого, как деньги поступят на их спецсчет, ваши родственники уже, выбирая цель, пополнить свой депозит, пополняют свой депозит. Айта кетесіз, госпремия алу үшін қанша максимальный сумма? 583 мың теңге салсаңыз, 116 мың теңге мемлекеттің сыйлық ақысын алатын боласыздар. Бұл максималдық биылғы қаражат. Құрылысқа депозит қолданса, менің атымда жер болу керек па, немесе өзіңіздің иелігіңіздегі жеріңізге несие алып, үй салсаңыздар болады, құрметті оқырмандар. Пенсионный излишек на депозит можно частями переводить? Да, конечно, имеете полное право. Как я ранее говорил, у вас будет возможность подать несколько заявок. Орысша сұрақтар көбейіп жатыр, сондықтан орысша бір-екі сұраққа жауап бердік. Сіз жақсы түсіндіресіз, рахмет көп. Мына жауап беріп жатыр, 583 мың теңге деп, көп рахмет. ОП 17 қандай мүмкіндіктерім бар дейді, Майя Би дейді. Майя ханым, яғни сіздің ОП-ңыз, бағалы көрсеткіші 17-ге жетіп тұрса, яғни сіз қараңыз, 50%-іңіз жеткілікті, договорный суммаңыз дұрыс көрсетілген болса, онда сіз несиені төлем алу қабілетін дәлелдемей-ақ алуыңызға болады. Яғни қанша жинақтап тұрсыз, дәл сондай сумманы 50% сізге банк 5%-мен беретін мүмкіндігі бар. Бақытты отбасы. Қараң, шарттық сомым 1 миллион теңге дейді. 300 мың бар, опым 22 дейді. 1 миллион салсам, қараңыз, құрметті оқырман, сіздің шарттық сомыңыз 1 миллион теңге ма? Яғни сіз алдында өзіңізге қойған мақсатыңыз 500 мың теңге. Яғни 500 мың теңге жинасам, жеткілікті деген сөз. Дәл солай, яғни шарттық сомыңыз 1 миллион теңге, сіз 500 мың теңге жинақтадыңыз, дәл сондай 500 мың теңгені сізге банк береді деген сөз. Яғни тағы үстіне ақша қосып жіберсеңіз, сіз опыңыз автоматты түрде қайта есептеледі. Сондықтан шарттық сомаңызды дұрыстап жіберіңіздер, құрметті оқырмандар. Жалпы ОП қалай есептеледі деп сұрақ қойып жатыр. ОП есептеудің қысқа ғана формуласы бар. Яғни шарттық соманы 16-ға көбейтесіз және оны 1000-ға бөлесіз. Шарттық сома деген сіздің баспанаңыздың құны. Осы жерде қанша ақша вознаграждение дейміз, банктен қанша сыйақы алдыңыз, соған байланысты сіздің шарттық сомаңыз есептелетін болады. Бұл тақырыпта бөлек пост жазып және ол туралы бөлек эфир жүргізуге рұқсат етіңіздер, кейінірек. Эфир сақтап қойыңызшы дейді, рахмет, міндетті түрде сақтаймын. Жалпы эфир ұнап жатыр ма, достар? Жаздай кетіңіздер, дұрыс айтып жатырмын ба? Бақытты отбасы не болды дейді? Яғни бақытты отбасы бағдарламасы бойынша жаңа пост салдық біздер. Бұл дегеніміз сіздер, мына бізде мамыр айына дейін қабылданды ғой, мамыр айына дейін негізгі тізімге өтті. Негізгі тізімнен кейін қосалқы тізімді қарадық, одан кейін жазда 1 қарашаға дейін қабылданды. Sonra бәрін шақырып келіп, бос орындар қалды. Сол бос орын саны 1506. Яғни 1506 азаматқа, қатысушыға орын бар деген сөз. Міне соларды, яғни резервный тізімнен біз основной тізімге көтердік. Основной тізімге өткен азаматтарды біздер 20 желтоқсаннан бастап 20 ақпанға дейін шақыратын боламыз. Сұрақтар легі өте көп, құрметті оқырмандар. Қазір бізде эфирде 500 адам қарап отыр екен. Көп рахмет баршаңызға. Көп рахмет, құрметті достар, сіздің баршаңызға. Так, мінекей қазір сұрақтарды қарап жүрейік. Отбасылық пакетті қалай ашсам болады? Жұбайым шотында бұрыннан ашылған, ал мені енді шотты ашқым келіп отыр. Жақсы сұрақ, құрметті достар. Отбасылық пакет деген бірге ашу керек деген сөз емес. Яғни отбасылық пакет деген артынан бір-біріне бір тұруге болатын депозиттерді атайды. Ол дегеніміз,
сіздің жолдасыңыз, құрметті оқырман, Ғалия ханым, сіздің жолдасыңыз бұрын шот ашқан, ал сіз бүгін ашсаңыз да алдағы уақытта шоттарды біріктіруге болады. Қалай біріктіреміз? Сіздің туыстығыңызды дәлелдеуіңіз керек болады. Туыстығыңыз қалай дәлелдейміз? Ол сізде неке туралы куәлік салып келсеңіз жеткілікті. Жарайсын, керемет деп жатыр. Рахмет көп. Так, шаңырақ программасы, шаңырақ бағдарламасы әзірге жаңа өтімдер қабылданып жатырған жоқ. Жаңа өтімдер қабылданатын болса, міндетті түрде сізге жариялаймыз. Так, жоқ, 31 декабрьге дейін салған ақшалар көлемі жылдың февраль айына есептелген. Иә, дұрыс айтасыз. Яғни 31 желтоқсанға дейін. Бірақ та сізге айтайын, біздер қалай, енді көбісіміз соңына дейін, соңғы күнге дейін жүргенді жақсы көреміз. Бірақ сіздер олай жасамаңыздар, құрметті достар. Себебі 31-і бұл соңғы күн, сондықтан әртүрлі бір ақаулықтар болуы мүмкін. Загрузка, нагрузка дейді, жылды аяқтау керек. Сондықтан 30-нан дейін қалдырмаңыздар. Менің сізге беретін кеңесім 29-на дейін жеткізсеңіздер жеткілікті. Одан кейін соған дейін салып болыңыздар. Так, жақсы сұрақтар. Сіздерге жинап алдым дегенше үйдің бағасы өсіп кетпей ме дейді. Енді құрметті оқырман, бұл нарықтың заңдылығы, ол жерде ештеме жасай алмайсың. Бірақ та кім асығыс тудырады, яғни қазір пәтерде тұрып жатқан болса, қазір тұратын жер болмаса, онда промежуточный займ, яғни аралық займ деген бар. Бірден 50% салып, бірден алуға болады. Сондай несие түрін қолдануға сізді шақырамыз. Можно на русском, да, конечно. Эфир на русском у нас пройдет в понедельник, в час дня. Пройдет ее моя коллега с города Нур-Султан. Ее зовут Надежда. Так, жақсы сұрақтар. Қалай тіркеледі дейді, қайда қалай тіркеледі. Шот ашу керек болса, жаңағыны айтып кеттім. Сондықтан қараңыздар. Эфир сақтаймын, міндетті түрде құрметті оқырмандар, тағы бір тексерсеңіз де болады. Балам депозит ашуға бола ма дейді. Балама, иә құрметті оқырмандар, отбасы банкіне депозитті бала дүниеге келген күннің өзінде де ашуға болады. Ертең 16-сы, 17-сы, 18 күні видеозвонок арқылы сіз өзіңіз хабарласаңыз, кәмелетке толмаған балаңыз атына сіз депозит ашып берсеңіздер болады. Орысша объясните, пожалуйста, орысша бізде бұйырса дүйсенбі күні түсіндіретін боламыз. Бақытты отбасы бағдарламасы қашан болады дейді. Яғни құрметті оқырман, 20 желтоқсаннан бастап, бұл жаңа бағдарлама емес. 20 желтоқсаннан бастап бұрын резервті тізімде күтіп отырған азаматтар негізгі тізімге өтеді, яғни основной спискке өтеді. Міне солармен біз жұмыс жасап жатырмыз. Ал жаңа өтімдер биыл әзірге қабылданбайды. Енді жылда бітті ғой. Келесі жылы мүмкіндік болса, яғни бағдарлама басталса, мен өзім үміттенем басталады деп, сол кезде міндетті түрде сізбен бөлісетін боламыз. Қалай, қашан және қай жерде өтім беру туралы ақпаратты осы парақшаға біз жариялаймыз. Күтіңіздер достар. Рахмет, қазақ бауырым түсінікті, Алла разы болсын, жарайсың дейді. Көп рахмет, құрметті оқырман. Можно объединить счета между семьей и потом с пенсионерами добавить. Да, то есть получается как? Сначала вы уступаете свои пенсионные накопления через платформу ЕНПФ-Отпаса.кз на своих близких родственников. Все деньги поступают на спецсчет одного родственника, затем ваш родственник эти деньги со спецсчета направляет на пополнение депозита в Отпасбанке. Да, такую схему можно сделать. Рахмет көп, достар, жылы лебіздеріңізге. Саламатсыз ба, жинақ банкі алынған ақша отбасы шотта тұр, оны қалай депозитке аударуға бола ма дейді. Сәл түсінген жоқпын. Ақшаңыз текущий шотта тұрған шығар, иә. Ағымдағы шотта тұрған болса, оны депозитке мобилді қосымшаның көмегімен аударсаңыз болады. Ал егер сұрағыңыз арнайы шотта, яғни спецшотта түскен ақшаңыз болса, онда ол перне әлі басталған жоқ, достар. Ертең 16 желтоқсан күні сағат таңғы 10-нан бастап бұл перне іске қосылатын болады. Сондықтан ертең 10-нан кейін ЕНПФ-Отпасы.кз платформасына кіріп, ЭЦП көмегімен кіріп, заявка жіберсеңіздер болады. Сонымен қатар, достар, ертең басталады екен, одан кейін жабылып қалады деген әңгіме жоқ. Тап ертең 10-нан бастан кірудің қажет жоқ. Күтсеңіздер болады, себебі 16-сы демалыссыз жұмыс жасайды ол платформа. Кіре берсеңіз де болады, заявканы одан кейін жіберсеңіз де болады. Сондықтан мойындамаңыздар.
Табы ертең онда күтіп онына беруіңіз қажет жоқ. Себебі болды бұл техника, ол да сайт, көп адам көретін болса, сайттың жұмысы баяулауы мүмкін. Сондықтан сізге бір өтініш таңғы 10-нан бастап күтіп отырмаңыздар. Кейін берсеңіздер үлгересіздер. Почему невозможно дозвониться на оператор и почему нет обратной связи, дейді. Да, скорее всего, нагрузка очень большая, вы сами понимаете, новые возможности, много новых информаций, многие сразу пытаются узнать, какие новости, что можно сделать, всем нужна информация, поэтому нагрузка очень-очень большая, несколько раз увеличилась нагрузка, дождитесь немножко, согласитесь с терпением, и вы обязательно получите ответ на свой вопрос. Так, свой дом программы будет. Друзья, есть у нас платформа, называется Баспана Marketplace. Для этого нужно зайти на сайт otpasbank.kz. Вы можете посмотреть все объекты в разных регионах Казахстана. Все объекты, которые подлежат реализации через Otpasbank. Также там же можно подать кредитную заявку онлайн. Достар, көп сұрақтар келіп жатыр, енді үлгергенше жауап береміз. Сайттың адресін қайталап жібересіз ба дейді. Сайттың адресі empf-отбасы.kz. Ол туралы біздің парақшада көп жазылған. Рахмет көп сізге дейді. Сізге көп рахмет, құрметті оқырмандар. Жақсы сұрақтар қойылып жатсыздар. Так. Егер NPF жетсе, сразу үй алуға бола ма? Я, әрине, құрметті оқырман, сіздің шотыңызда, яғни зейнетақы қорыңызда жеткілікті шегінен асқан қаражат, бірден несие алмай-ақ полный выкуп дейміз, толық сатып алуға ақша жететін болса, мұнда әрине несие алмай-ақ тікелей сатып алсаңыздар болады. Немесе бір бөлігін сатып алуға жұмсап, ал екінші бөлігін Отбасыбанктегі депозитке аударсаңызда болады. Ол өзі еркіңіз. Сонымен қатар спецшоттан депозитке аударасыздар, желтоқсан 31-ден үлгерсеңіздер, ақшаны олай жасап, сіздің шотыңызға мемлекеттің сыйлық ақысы түсетін болады. Өздеріңіз ойлап қараңыздар, қазір мен заявка жібердім, 500 мың теңге шотқа түсірдім, ал февральда ол ақша уже 600 мың теңге болып кетті, яғни мемлекеттің сыйлық ақысы қосылды деген сөз. Спасибо. Так, спасибо большое за отличную консультацию. Вам спасибо большое за отличные вопросы. Так, премия бір рет ақ беріледі ма? Рас па дейді. Қараңыз, достар, премия мемлекеттің сыйлық ақысы жылдың нәтижесі бойынша. Яғни мен биыл 500 мың теңге салдым, ақпанда маған 100 мың теңге премия түседі. Дұрыс па? Келесі жылы 22 жыл тағы да ақша жинақтаймын. Ай сайын 20 мың, 30 мың, қанша мүмкіндік бар, жинай беремін. Сөйтіп 22 жылдың желтоқсаннан жинаған ақшама тағы 500 мың жинасам, онда 23 жылдың ақпан тағы да 100 мың теңге түседі. Яғни жыл сайын жинақтаған ақшаның сомасына түсетін болады. Ал бір рет 500 мың теңге салып қойып, 3 жыл қатарынан 100 мың теңге ол бермейді мемлекет. Ал банк 2% береді, банк бере береді жақын ақшаны. Ол жағына уайымдамаңыз. Так, егер пенсионный 500 мың болса, аудара ала ма? Яғни қараңыз, әр азаматтың жасына байланысты жеткіліктілік шегі бар, яғни порог достаточности дейді. Яғни сіздің жеткіліктілік шегіңізден асқан қаражат 500 мың теңге болса, осының үстінде сол ақшаны қолдансаңыз болады. Ол ақшаны Отбасыбанкте депозитке аударсаңыз болады, құрметті оқырман. Ең аз ақшаны аударуға болады NPF депозитке. Қандай ақша? Яғни ең қандай ақшаңыз бар, сонша аударсаңыз болады. Мен жеке өзім аударып көргенмін, алдында 5 мың теңге аударып, 1000 теңге аударсаңыз болады. Ол өзі еркіңіз. Так. 500 мыңнан көп салсақ та мемлекет сыйлығы беремін. Я, әрине оқырман, 500 мыңнан көп ақша салсаңыз да сізге беріледі. Мәселен, 1 миллион теңге салдыңыз ба, сізге 583 мың теңгенің сыйлық ақысы түсетін болады. Ал қалған ақша келесі жылы түсетін болады. Яғни қараңыздар, мен қазір 1 миллион теңге салып қойсам, соның 583 мың, яғни 583 мың теңгесіне премия түседі. Ал келесі жылы ештеңе салмасам да, мына 583 үстіндегі сума бар ғой, 400 мың теңге ертең мемлекеттен сума түседі. Вот сол ақшаға, мәселен 400 мың теңгеге келесі жылдың премиясы түсетін болады. Сондықтан дым уайымдамаңыздар. Кейбір оқырмандар бар, яғни көп ақша салып қойғанда отбасылық пакет туралы білмеген. Міне сондай азаматтар қалай жасайды? Ол азаматтар қазір мысалы жаңа депозит ашады, вот сол депозитті толтырады. Себебі өзінің депозитіне ол премия ерте келесі жылда түсетінін біледі. Солай жасаңыз болады. Так, кешірім сұраймыз.
Көп рахмет дейді, оқасы жоқ. Достар, менің дауысым естіліп жатыр ғой, иә? Рахмет дейді, рахмет. Әскери баспана қай уақытқа басталады дейді. Құрметті оқырмандар, қателеспесем 4-ші қыркүйек күні өтінім қабылданып, кейбір бір ақаулықтар пайда болды. Сосын 6-шы қыркүйек күні біз арнайы пост шығарған болатынбыз. Яғни ошибочно дейді ғой, қате жіберген өтінімдердің барлығында өткізді банк. Барлығына SMS жіберілді. Яғни кезек бойынша, енді барлығын бір мезетте қабылдау мүмкін емес қой. Кезек бойынша шақырылып, SMS жіберілетін болады. Яғни өтінім бойынша өткен азаматтарды шақыруға болады. Сонымен қатар, құрметті әскери қызметшілер, сіздер үйдің құнының 50% жинап қойған болсаңыздар, сіздер бірден 6%-мен несие алуыңызға болады. Яғни, егер опыңыз 16-ға жетпесе, мен былай айтайын, онда сіз 6%-мен аласыз. Опыңыз 16-ға жеткен болса, онда 5%-мен аласыз, немесе оның төмен пайызға түсетін болады. Так, жаңа сұрақтар. Басқа адамның пенсионын аударуға бола ма? Достар, жақын туыстарыңыздың пенсионын ғана аудара аласыздар. Жақын туыстарыңыз деген, ол қазір 1 минут. Ол сіздің ата-анаңыз, бауырларыңыз, балаларыңыз, яғни жақын туыстарыңыздың аттарының пенсионкаларыңызды аударсаңыздар болады. Ешқандай мәселе жоқ. Так, жалпы сұрақтарға барлығына жауап беріп үлгермей жатыр, бірақ баршаңыз сұрақтарыңыздың реті бір, сондықтан баршаңызды қызық болады есептейміз. Алла қаласа премия күтіп жүрмін дейді, баршаңызға да бұйырсын бұл премия. Мен пенсионный фондты басқа адамға берумен боламын. Тағы да қайталаймын, басқа адам, ол жақын туысыңыз болса, әрине бере аласыздар. Ешқандай мәселе жоқ. Келесі жылы әскери баспана қай уақытта ашылады, ол туралы біздің парақшаны қадағалап отырыңыздар. Сонымен қатар, құрметті достар, мүмкіндікті қолдана отыра сізге бір ақпарат айта кетейін. Біздерде YouTube арнамыз бар. Яғни YouTube-қа кіріп, Отбасы банкінің парақшасына, каналына тіркеліп қойыңыздар. Ол жерде көп ақпарат бар. Және осы тікелей эфирді де біз сол жерге тіркеп қоятын боламыз, сақтап қоямыз міндетті түрде. Так. Рахмет, өте керемет түсіндіріп отырсыз. Көп рахмет. Әрине, кері байланыс біз үшін өте маңызды. Тыңдалмаған сөз жетіндейді, сондықтан даусымыз, әңгімеміз, сөзіміз, ақпаратымыз жетіп жатса, ол нұрлы түсіндіру болады. Менің сұрағыма жауап бересіз бе? Құрметті достар, енді мүмкіндігінше үлгергенше жауап беріп жатырмыз. Так. Күйеуімдікін бола ма аударуға пенсионныйын? Так. Өзіме, мен әйелімін дейді. Яғни қараңыздар. Тағы да қайталаймын. Платформа, EPF-Отбасы KZ платформасына ETSIP арқылы кіресіздер. Жолдасыңыз ең басында, яғни қолдану тәсілі, способ применения, қалай қолдасыз, өзіме немесе жақын туысыма аударам ба дейді. Соны таңдайсыз, және сізді таңдайды, яғни әйелім деп таңдайды, сіздің ат жөніңізді, еміңізді жазады. Сосын сізде спецшот ашып, сізде платформаға кіресіз, сол жақтан сіз қабылдайсыз. Да хватит отвечать на одни и те же вопросы, ответьте. На кого? На какой вопрос ответите? Конечно, отвечу. Арендаға алған үйдің жабуға, қараңыздар, арендаға берілген қарызды, қараңыздар, қалай жақсы бір өзгеріс болып жатыр. Яғни қараңыздар, бұрын қалай болды? Бұрында арендаға алған үй болса, яғни аренда форма бойынша алған болса, сіз тек қана толық жапқан кезде ғана қолданатын боласыз. Ал енді частичный погашение, яғни бір бөлігін жабуға да болады ол ақшамен. Яғни бұл жақсы мүмкіндік. Нұрлы жер қашан дейді, нұрлы жер когда дейді. Нұрлы жер әр өңір бойынша әртүрлі, яғни өзіңіздің Отбасы банк KZ платформасына кіріп, өзіңіз өңіріңіз деп қарап отырсаңыздар болады. 50-50-мен кез келген адам ала аламы, жұмыс істемесе дейді. 50-50-мен кез келген адам ала аламы? Жақсы сұрақ, қараңыздар. Егер сіз банктың 3 тарап талабын орындасаңыз, ол 3 жыл ақша жинақтау, кемінде 50% жинақтау және бағалау көрсеткішін 16-ға жеткізу. Яғни осы 3 талапты орындасаңыз, сізге баспана беріледі міндетті түрде. Яғни сіз пенсионыңыз тексермейді. Резервке түсем бе, немесе менің спискті алып тастадым ма дейді. Оны 20-шы желтоқсанда білетін боласыздар. Сізге SMS жіберілетін болады. Немесе банктың ресми парақшасына, Отбасы банктың ресми парақшасына кіресіздер, hsbbank.kz.
қолжетімді баспана, одан кейін бақытты отбасы деген кнопканы басасыз да, сосын нәтижесін тексеру, яғни проверить результат деп тұр орысша. Сол жерге иіңізді және жеке сәйкестендіру номеріңізді, ЖСН-іңізді тересіз, және сіздің қай сатыда екеніңізді сізге банк айтатын болады. Сол жерден бірден шығатын болады. Так, сұрақ. Алғашқы жарна болса, шотта 1 миллионға өтініш бере аламыз ба дейді. Әрине, егер сізге 2 миллион жеткілікті болса, несие алуға болады. Енді қазір сұрақ қоятша, 2 миллионға қазір үй ала алмайсың ғой. Я, мен айтпаймын, толық расчет деп, толық сатып алып. Мәселен, сіз үйді 6 миллионға алып жатсыз. 4 миллион теңгесін қолма-қол бердіңізді, ал 2 миллион теңгесін отбасы банкқа аласыздар. Әрине, олай жасауға болады. Немесе ремонтқа да, мәселен, сіз өз ақшаңызды ремонтқа алсаңыздар, бұл жерде ИПФ туралы емес, жалпы депозит, өзіңіздің ақшаңыз 1 миллион теңге жинап, 1 миллионға 1 миллион на строительство немесе ремонтқа алсаңыздар болады. О, сіз барсыз ба дейді, бізде бармыз, мүмкіндігінше эфирге шығып тұруға тырысатын боламыз. Пенсионканың ақшасын алуға үйді сатуға боламы, біз ипотеки дейді. Ипотекасыз үйді сатып алуға әрине болады. Яғни сіздің шотыңызда ақша бар болса, яғни жеткілікті шегінен асатын ақшаңыз үйді толық сатып алуға жететін болса, неге алмасқа, олай жасауға болады. Так, ақшамды лечениеге жұмсауға болады ма, әлде депрессияны лақтыруым керек па дейді. Ол өз еркіңіз, лечениеге жұмсасаңыз болады, ал егер лечениеге жіберіп қойып, ақша сіздің спецшотқа, арнайы шотқа түсіп кетіп, сіз ол ақшаны енді депозитке аударғыңыз келсе, онда изменение цели, яғни шоттың ақшаның мақсатты қолдануын өзгертуіңізге болады. Яғни, мәселен, депозитке аударамын деп. Қандай сума болу керек пенсионныйда, яғни сіздің жеткілікті шегіңіздің өзіңіздің жасыңызға байланысты қарап алсаңыз болады. Немесе ЕНПФ-тің мобилді қосымшасы бар, соған тіркеліп, сол жерден қарасаңыз болады. Сол жерде сізге жазылады анықтама, яғни қанша суманы қолдануыңызға болады деген. По ошибке исламский банкке басылып кетті. Отбасы банкке қалай аударма болады? Ақша түсіп тұр шотқа дейді. Қазір айтып отырмын сізге, дәл осы сөзді. Қараңыздар, изменение цели, яғни мақсатты өзгерту деген перне бар. Сол арқылы спецшотқа түсіп кеткен күннің өзінде де сіз қайта қолдансаңыз болады. Ол жерден ешқандай мәселе жоқ. Строительство алсақ, үйді өзім салуға боламын. Яғни қараңыздар, жер сатып алсақ, жерді сатып алсам дейді. Строительство өзім салуыма боламын үйді, сол сұрақ. Яғни сіз жер сатып алатын болсаңыз, сізге 24 ай береді, 24 айының ішінде өзіңіз үйді салып алсаңыз болады. Мың жерде бір оқырман, менің сұрағыма жауап бересіз бе деп 3-ші рет оқып отыр, бірақ сіз сұрағыңызды көрмей отырмын. Сұрағыңызды жазсаңыз, әрине жауап беремін. Ипотекаға пәтер алғандар бастапқы жарнаны ақшалай шеше аламыз ба дейді. Қараңыздар, ипотекаға алғаннан кейін сіз ақшаны жаратып қойдыңыз ғой несиеге. Сізде бөлек ақша болса, текущий шотта, мәселе жоқ. Ал егер депозитте тұрған ақша болса, және сіз өтінім беріп ипотека алып қойған болсаңыз, ол ақшаны тек несиені жауап барып алсаңыз болады. Яғни несиенің қарызын қайтарып тастайсыз, немесе сатып жүрген кезде ғана алмасаңыз, ал былай ол шешіп ала алмайсыз, себебі сол ақшаны қолданып қойдыңыз ғой. Так, рахмет дейді, оқасы жоқ. Так, жанұяда ер мен әйелі екеуі де, так, кешіресіз, қозғалып кетіп жатыр. Жанұяда ер мен әйелі екеуі де депозитте БЗТ-дан қаражат толтырса, кейін отбасылық пакет бойынша ипотека рәсімдей ала ма? Құрметті оқырман, осы жерден тағы да бір ескертемін, айтып кеттім, тағы да қайталаймын. Бұл енді банктың шешімі емес, банк болса әрине рұқсат береді. Бұл мына ережеге заңнамада енгізілген. БЗТ, яғни спецшоттан, яғни зейнетақы қорының қосылған ақшаға депозитті бір-біріне біріктіруге келмейді өкінішке орай. Яғни платформаны аударасыз бір-біріңізге, сосын ол ақшаны депозитке саласыз, және сол депозитті қолданасыз.
БЗТ қосылған, яғни зейнетақы қорындағы ақша қосылған шотты басқа біреуге аударуға, басқа адамдармен қосуға болмайды. Егер сіз атыңызда бірнеше депозит болса, және оның біреуіне ғана БЗТ қосылған болса, оларды қосуға болады, ешқандай мәселе жоқ. Ал спецшоттан ақша түсіп қойып, яғни зейнетақы қоры, зейнетақы төлемдері қосылған шоттарды бір-бірімен қосуға келмейді, өкінішке орай. Ақтөбеден үлкен сәлем деді. Ақтөбеге көп үлкен сәлем Ақтөбеден. Сәлеметсіз, пенсионка ақшаны жыл сайын аудара аламыз ба дейді. Құрметті оқырман, эфирді сақтаймын міндетті тағы бір қарап шығыңыздар. Дәл осы туралы эфирді бастаған боламыз. Ертең сағат 10-нан бастап осындай мүмкіндік басталады. Саламатсыз, порогқа жетпесе депозитті аударуға бола ма дейді. Жоқ, өкінішке орай, порогқа жетпесе, яғни минималдық жеткіліктілік шегіне жетпеген қаражатты өкінішке орай аудара алмайсыз. Ақтөбеден әлі сәлем дейді, тағы да. Құрметті ақтөбеліктер, баршаңызға сәлем. Депозиттегі ақшаны үй алуға алайын деп жатырмын, бірақ премияға жетіп тұр. Ала алам ба, сонан кейін дейді. Сәл-сәл түсінген жоқпын. Депозиттегі ақшаны үй алуға алайын деп жатырмын. Яғни, қараңыз, құрметті оқырман, сіздің несиеңіз қандай? Ахмедияр, да? Ахмедияр. Қараңыз, сіздің қандай несие аласыз? Тұрғын үй займын алатын болсаңыз, яғни жыл займ 5%-бен бірден жыл займ ауысатын болсаңыз, онда сізге премия түспейді, 31 желтоқсанға дейін қолданып қойсаңыздар. Ал егер келесі жылды несие алатын болсаңыз, онда әрине премияны алып үлгересіз. Сондықтан дым уайымдамаңыз, келесі жылы ресімдесеңіз, алып үлгеретін боласыз. Сәлеметсіз бе? Әскери баспанамен үй алдым. Пенсионкадағы отбасыдан депозитке аударып үй алам ба? Үйді басқа қалада өзі басқа қалада тұрған сол жерден алсам бола ма? Қараңыз, бұл оқырманымыз әскери баспана бағдарламасы бойынша баспана алған, сізді шын жүректен құттықтаймыз. Енді пенсионный фондта, яғни зейнетақы қорыңызда жеткілікті шегінен асқан қаражатыңыз болса, оны да қолдануыңызға болады. Яғни тағы да жаңа өтінім беріп қолдансаңыз болады. Кеш жарық. Премия қанша МРП-дан аспайды? Яғни 200 МРП-дан аспайтын сумаға есептеледі. Яғни 583 мың теңге салсаңыз, сол 583 мың теңгенің 20%-на түседі. Мартқа дейін қатыса аламыз ба? Пенсионкада ақшаны, яғни зейнетақы қорында ақшаны қолдануға, әрине мартқа дейін үлгересіз. Жалпы бұл порогтың көрсеткіштері, жеткілікті шегі көрсеткіштері 1 сәуірге дейін сақталады. Сондықтан дым уайымдамаңыздар. Сіз жұмыстан шығып кетті деген жоқ, мен жұмыстан шыққан жоқпын, Алматы қаласына ауысқам, Ақтөбеден Алматыға келдік. Рахмет. Біздің тұрақты оқырмандарымыз байқап жатыр барлығын, Депозитке ең төмен ақша қанша болу керек? Яғни ондай мәселе жоқ. Тіпті қазір 1 миллион теңге салсаңыз, тіпті 1000 теңге салсаңыз да сізге премия түсетін болады. Сондықтан да уайымдамаңыз, құрметті оқырман. Сұрақтар көп жазып жатса, құрметті оқырмандар, барлығын жауап беріп үлгермей жатыр. Себебі мен бір сұрақты оқып жатсам, екіншісіне ауысып кетіп жатыр. Қандай конкурс болып жатыр дейді. Енді қай конкурс сізді қызықтырады, сол туралы айтсаңыз нақты. 2011 жылы ашылған депозит опысы қанша болады? Ол сіздің шотыңызда қанша ақша бар, соған байланысты. Неғұрлым көбірек ақша жатса шотта, соғұрлым сізге көбірек премия түсетін болады, құрметті оқырман. Сондықтан мүмкіндігінше көбірек ақша жинаған, көбірек мерзім жинаған өзіңіз үшін тиімді. Көбірек премия аласыз, және көбірек опа жинайтын боласыздар. Одно и то же, барлық сұрақтар одно и то же болса қайтеміз енді. Қос өсектерін сәлем дейді. Жақсы, сәлем сіздерге де, құрметті оқырмандар. Премия қашан түседі? Жаңа айттым. Ақпан айының соңына дейін түсетін болады. Былтыр шаңырақ программасы арқылы алдық. Енді алық тағылады да. Пенсия ақшасын тағы да аламыз дейді. Роза ханым былтыр шаңырақпен алған, биыл пенсионныйны қолдан тағы да баспана аламын. Құттықтаймыз, молодцы. Жарайсыздар, сіз үшін өте қуаныштымын.
Сәлеметсіз бе? Көршісіне ағам үйін сатып еді. Енді ол кісі көшіп мен алайын деп едім. Пенсионда ақшама маған шығып тұр. Маған алуға бола ма дейді. Иә, әрине, неге көршілерден де алуға болады. Ол жерден ешқандай мәселе жоқ. Ақтөбеден үйлі болдым сізді тыңдап дейді. Ой, көп рахмет. Өте қуаныштымын сіз үшін. Ертең заявка тастасақ, неше күн қаралады? Қараңыздар, ертең заявка тастасаңыз, жалпы бір күн ішінде қаралу керек. Және отбасы банктегі шотыңызға, арнайы шоттан депозитке аудару үшін бір күн ішінде түсетін болады. Сондықтан ол өте жақсы шамалы. Ертең басталғаннан кейін көре жатамыз. Бірақ біздің мамандардың айтуы бойынша ЕМП бір күн қаралып, спец шотқа түсетін болса, спец шоттан отбасы банкке аудару бір күннің ішінде түсетін болады дейді. Сондықтан жақсы жаңалық деп есептейміз және соны күтетін боламыз. Көп сұрақтар келіп жатыр, достар. Баршаңызға көп рахмет. Соның ішінде позитивный, яғни жақсы, положительный комментарийлер өте көп екен. Өз басым болған өте қуанып отырмын. Себебі тұрғын үй жағдайын жақсарту бағытында білім іздеп жатқан азаматтардың саны көп болу мен үшін өте қуаныш әкеледі. Так, қайталанбайтын сұрақтар іздеп жатырмыз. Тағы бір-екі сұраққа жауап беріп, сосын эфирді аяқтайтын болайық, иә. Сосын, құрметті достар, бұл эфирді міндетті түрде YouTube-ға салатын боламыз. YouTube-тан қарасаңыздар болады. Мен жоғарғы көтерсем, қайтпасы түсіп кетіп жатыр, сондықтан кейбір сұрақтар оқылмай жатыр, ренжімеңіздер, иә. Пенсионка сәуірге дейін қалай болып жатыр депозитке отбасы банкке дейді. Қараңыздар, сәуірге дейін, сәуірден кейін де ондай функция жүргізілетін болады. Яғни уайымдамаңыздар. Сәуірдің бірінен кейін порог өзгереді. Яғни сіздің жеткіліктілік шегіңізден асатын қаражатты қолдану мүмкіндігіңіз өзгереді. Яғни қазір 3 миллион қолданатын болсаңыз, келесі жылы ол 5 миллион асатын сомнан қолданасыз дегендей бір өзгерістері болады. Ол туралы біз пост жазғанбыз, тағы бір қарап шығыңыз. Так, жақсы, Ақтөбеден сәлем, тағы да сәлем. Жақсы достар, қазір бір қарап жіберейік, сосын қайталанбайтын сұрақтар болса жауап береміз міндетті түрде. Мысалы, інісі ағасына ЕМПФ-тағы ақшасын аударуға бола ма дейді. Иә, әрине, құрметті оқырман, ЕМПФ-тағы ақшасын жақын бауырлары бір-біріне аударуына болады. Ол үшін ЕЦП көмегі қажет. Бақытты отбасы қалай заявка береміз? Бақытты отбасы бағдарламасына әзірге заявка бере алмайсыздар. Себебі жаңа өтіні қабылдап жатқан жоқ. Ол былтыр, яғни мамырға айына дейін өтінім берген азаматтардың заявкаларіне, яғни негізгі тізімге өткен азаматтар, резервтік тізімге өткен азаматтар негізгі тізімге көшіріп жатыр. Барлығы емес, енді жоғарыда тұрған азаматтарды. Күшті түсіндірдіңіз дейді. Көп рахмет. Рахмет, бәрі түсінікті дейді. Көп рахмет. Елорда жастары келесі жыл бола ма? Иә, әрине болады. Сәлеметсіз, алғашқы жарна 30% қашаннан бастап болады дейді. Әзірге енді құрметті оқырмандар 50% стандартты жағдайлар, бірақ та 30% немесе Шымкентте бар бір застройщик, кейбірінің қосымша бағдарламалары болады, мүмкіндіктер. Умай бағдарламасы мәселеде олар 30%-дан да төмен, бірақ ол әзір тоқтатылды. Келесі жылы, яғни бірінші кварталда бұл бағдарлама бізде басталатын болады. Күтіңіздер. Жақсы достар, бірталай уақыт болды, бір сағатқа жуық сізбен тікелей эфир жүргізіп, сұхбат жүргізген болатынбыз. Баршаңызға көп рахмет, сұрақтарыңызға, қызығушылықтарыңызға. Өз кезегінде сіздерді келе жатқан тәуелсіздік мерекесімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Әрқашан босағамыз берік болсын, тұғырымыз биік және берік болсын. Баршаңызға көп рахмет. Келесі эфирде кездескенше баршаңызға тек жақсылық тілейміз. Әр салымшымыз баспаналы болсын. Сау болыңыздар.